Футбол бұл өмір. Ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: Михаил Мудрик енді қосалқы құрамда отырып қалады ма? Грэм Поттер атты бапкерге жақсы клубтардан ұсыныс түсіп жатыр. Бұдан бөлек бүгінгі шығарылымымызда жақсы жаңалықтар жетеді достар. 13 сектор арнасына дәл қазір жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі күнделікті қазақша футбол ақпараттарын жеткізіп отыратын арнамыз достар. Реал Мадрид клубы енді босы жазғы топ трансферлердің бәріне Реал Мадрид клубы жасайтын шығар, ең мықты трансферлерді. Себебі Альфонсо Дэвис та Реал Мадридқа келеді деген ақпараттар жиі шығып жатыр. Альфонсо Дэвис Баварияның бірнеше келісімшартты ұзартуға байланысты келісімшарттардан бас тартқан екен, ұсыныстан бас тартқан екен. Неге? Себебі Реал Мадридқа келіп қосылғысы келеді. Бірақ та не дегенмен де Реал Мадрид өте сақ қимылдағысы келеді. Мендидан ерте айырылып қалғысы келмейді. Бәрібірде сәл де болса күмән бар, Альфонсо Дэвис келмей қалады ма деген. Егерде Альфонсо Дэвис Баварияның келісімшартынан бас тартып жатса, Реалға барады, басқа қайда барады? Ол енді Реалдың ойыншысы деп айта берсек те болатын шығар деп ойлаймын. Реал Мадрид пен Альфонсо Дэвис негізі ауызша келісіп қойған, енді Бавариямен келіссөздер өткізеді. Бавария өздерінің қалаған алғысы келген суммасын айтып көреді. Егерде Реал Мадрид соған көнетін болса, ақшасын ұсынады, алады, болды. Басқа нұсқа жоқ сияқты. Альфонсо Дэвис келетін болса, осы жазғы трансферлік терезеде Реал Мадридқа Мбаппе келетін болса, енді білмеймін, супер трансферлер, өте топ трансферлер деп айтуға болады Реал Мадридтің трансферлерін. Енді Альфонсо Дэвис нақты Реал Мадридқа келеді деп айтып отырған себептерінің бірі Альфонсо Дэвис пен Винисиус жақсы араласады. Және де Винисиус осы мәселеге көп көмегін тигізеді. Винисиус шақырып жатыр екен Альфонсо Дэвисті, сен қалайда Реал Мадридқа кел деп көндіріп қойған екен. Манчестер Юнайтедтің басты ойыншыларының бірі, капитаны Бруно Фернандешке Сауд Арабиясынан ұсыныстар түсіп жатыр екен. Сауд Арабиясынан бұған дейін де ұсыныстар түскен. Енді Бруно Фернандештің өзінің айтуы бойынша осы маусым басталмай тұрып ұсыныс түскен Сауд Арабиясынан, және де қазірдің өзінде ұсыныстар бар екен. Бірақ та Бруно Фернандеш еш қайда да кеткісі келмейтінін жеткізген. Қазір бір сыни уақыттар болып жатыр Манчестер Юнайтедте. Бірақ Манчестер Юнайтед чемпион бола алатынына мен сенімдімін, және де соған көмектескім келеді. Мен қазіргі таңда Манчестер Юнайтедтен басқа ешқандай клубқа барғым келмейді, деді Бруно Фернандеш. The Athletic басылымы Бруно Фернандештің осындай сұхбатын таратқан екен. 110 миллион евроға келген Михаил Мудрик жайлы сөйлесек, Челсидің ойыншысы қазір қосалқы құрамға жайғасты. Неге десеңіздер, енді сұраққа жауабы дайын сияқты, жақсы өнер көрсетіп жатқан жоқ. Ал енді Михаил Мудриктің негізінде Бавария клубы осы қысқы трансферлік терезеде жалға беруді сұраған болатын. Бірақ ол кезде Маурисио Почеттино жібермей қойды, маған керек ойыншы деп. Дәл қазір бірақ қосалқы құрамда отырғызып қойды. Неге деп Маурисио Почеттинодан сұраған кезде, Почеттино айтады, қазір негізі жас футболшыларға қайта алаңға шығара берудің қажеті жоқ. Егерде ойыны жоқ болса, отырғызып қойғанда дұрыс, ойланады, өздерінің қателіктерін өздері табады. Бірақ мен Михаил Мудрикқа сенемін, ол еңбекқор футболшы, өз-өзін дәлелдейді деп ойлаймын. Жақын арада бұның бәрі тоқтайтын шығар, Михаил Мудрик алаңға шығып қалар, деді Маурисио Почеттино. Бірақ та Маурисио Почеттиноның сенімі әрине аз Мудрикті алаңға шығару үшін. Мудриктің өзінің тарапынан алға қарай жылжу болуы керек, ол алаңға шығуы үшін. Ол өзіне психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда мықты болуы керек. Сол кезде ғана Челсидің бас бапкері Маурисио Почеттино Мудрикті алаңға шығаратын болады. Мудрикқа жалпы үлкен дайындықтар, әлі біраз жұмыс жасау керек сияқты, негізгі құрамда алаңда жүруі үшін. Ливерпульдан Юрген Клоп кетеді деген ақпаратты жақсы білесіздер, және де орнына Хави Алонсо келуі мүмкін деген ақпаратты да жақсы білесіздер. Дәл осы Хави Алонсо жайлы Ливерпульдің қазіргі бас бапкері Юрген Клоптан сұхбат алған екен, сұраған екен. Сіздің орныңызға болашақта Хави Алонсо келуі мүмкін. Нақты емес, әрине мүмкін. Бірақ та сіз Хави Алонсоға
келгеніне қалай қарайсыз деген екен. Сол кезде Юрген Клоп бірінші бір жымиып алғанда, мен үшін Хави Алонсо өте ерекше бапкерлердің бірі. Қазіргі таңда жас бапкерлер өте көп шығып жатыр, бірақ та соның ішінде айқындалып, ерекшеленіп тұратын бапкерлердің бірі осы Хави Алонсо. Мен енді қазіргі ойынына қарап айтып тұрған жоқпын. Менен осыдан 4 ай бұрын сұрасаңыздар да мен осы жауапты берер едім. Хави Алонсо ерекше бөлек мықты бапкер. Егер де Ливерпульға Хави Алонсо келетін болса, мен өте қуанышты болар едім. Себебі мен Ливерпульді да қатты жақсы көремін. Ливерпульдің тек жоғарыда жүргенін қалаймын деген екен Юрген Клоп бапкер. Грэм Поттер деген бапкер бапкерлік орнын босатып кеткеннен кейін 1 жылдық демалыс алды. Қазір қайтадан жұмыс істеуге дайын тәрізді. Қазір қайтадан ұсыныстарды қарап жатыр. Челсидің өзінің де бір ұсынысы бар. Грэм Поттерді қайтадан алып келгісі келеді. Тодд Боулиді білесіздер. Одан бөлек Грэм Поттерге Миланнан ұсыныс бар екен. Миланды баптаса деген ойлары бар. Енді Миланда жай клуб емес. Қазір Италияда чемпиондыққа таласуға мүмкіндігі бар, және де чемпион болдыру керек деген талап бар, қандай бапкер келсе де. Одан бөлек енді Грэм Поттерға Вест Хэмда көз тігіп отыр. Вест Хэм қазір қатардан қосқысы келеді. Давид Мойс жаман өнер көрсетіп жатқан жоқ, бірақтарда бәрібірде шотландиялық бапкердің уақыты келді дейді. Онымен қоса келісім шарттарының да бітуіне аз ғана уақыт қалды. Вест Хэм қатарына қосқысы келеді. Қазіргі таңда осы 3 ұсыныс бар. Одан да бөлек ұсыныстар болары анық Грэм Поттерға. Соның бәрін қарап бақылап отыр. Грэм Поттер, сіздердің ойларыңызша қай командаға келгені дұрыс деп санайсыздар? Өз ойларыңызды әлбетте пікірге жаза отырсаңыздар болады. Бүгінге осы достар 13-ші сектор арнасына жазылып отырыңыздар. 13-ші сектор арнасы сіздер үшін еңбек етеді. Сіздерге күнделікті қазақша футбол ақпараттарын жеткізіп отыратын арна достар.